Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен осындай көкпияз қосылған шелпек дейді, кейбір жерлерде пәтір дейді, бізде пәтір нан дейміз. Осындай қамырымызды ашытып аламыз. Әрине оның құрамын төменде қалдырамын. Ол үшін бізге арасына күнделікті тамаққа қолданатын пиязымыз бен көкпияз қажет болады. Алдымен пияздарымызды ашып тазалап, оны жұқа майда етіп турап алатын боламыз. Көкпиязымызды да солай дайын етіп майда бөлшектерге бөліп дайындаймыз. Екі пиязымызды бір-біріне қосып, үстінен қажетті тұзымызды және бұрышымызды қосатын боламыз. Мен әрине қара бұрышты пайдаландым. Сосын пиязымызды мыжғылап араластыратын боламыз. Неке дайын. Ашытылған қамырымызды алып, бөлшектерге бөліп, әрине кішкене зуалар жасаймыз. Видеода үлкен болып көрінуі мүмкін. Осылай кішкентай зуалар жасап, бөлшектерге бөліп дайындап аламыз. Неке дайын. Ұнымызды әрине сеуіп, оны жұқа етіп, қамырымызды кәдімгі қамыр жайған ұқсатып жаямыз. Әрине қатты жұқа болып та кетпеуі керек. Кішкене қалыңдау болғаны дұрыс. Әйтпесе пиязымыз салғанда жарылып шығып кетеді. Осы қалыңдық болады. Үстінен әрине мен сливочное маслоны жақтым, пайдаландым. Осылай толығымен жағып аламыз да. Үстінен мен кем дегенде 6 қасық шығатын пияз салдым. Әрине чай қасықта. Сосын оны толығымен осылай жайып, самсаның қамырын ораған секілді толығымен бәрін орап алатын боламыз. Қамырымызды орап болған соң кішкене тындыруға 15 минутқа салып қоямыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін енді жайып дайындаймыз. Әрине ол кезде міндетті түрде ұнды көп пайдаланғандарыңыз жөн, себебі пияздың суы жаңағыдай қамырды жарып сыртына шығады әрине. Сосын табамызды қыздырып, дайын болған жайып алған қамырымызды салып пісіреміз. Бірінші бір бетін пісіріп, қолмен бас-бас тұрсаңыздар болады қызарту үшін. Кейін екінші бетін аударып пісіріп аламыз. Мінеки дайын, кескен кезде де әрине өте оңай, әрі жұмсақ. Ыстық кезінде чаймен ішкен тіпті күшті. Жасап көріңіздер, кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын. Хрустящий болып, күшті болып шығады. Жасап көріңіздер.